Үш адамның тәубесі қабыл болмайды. Тәубе мұсылман баласының Раббысына қайта оралуы, жасаған күнәсіне өкініп, оны қайталамауға бел буы. Алла тағала Құран кәрімде тәубе етушілерді жақсы көретінін білдірген. Сондықтан қандай үлкен күнә жасаса да, адам шынайы өкініп күнәсін тастап, Алладан кешірім сұраса, оның рахымынан үмітін үзбеу керек. Алайда ислам ғұламалары кейбір адамдардың тәубесі белгілі бір шарттар орындалмайынша қабыл болмайтынын ескерткен. Бұл Алланың рахымы шектеулі деген сөз емес, керісінше тәубенің өз талаптары бар екенін білдіреді. Халық арасында үш адамның тәубесі қабыл болмайды деген сөз жиі айтылады. Оның мағынасы бұл адамдардың жай ғана кешір деп айтуы жеткіліксіз. Олар алдымен өздерінің жіберген қателігін түзеп, өзгелердің ақысын қайтарып, шынайы өзгеруі қажет. Бірінші адамдардың ақысын жеген адам. Егер біреу өзгенің малын, ақысын немесе еңбегін әділетсіз иеленсе, кейін тәубе еткен күннің өзінде сол адамның ақысын қайтармайынша тәубесі толық болмайды. Өйткені пенде ақысы аса ауыр жауапкершілік. Алла тағала өз құқығына қатысты күнәларды кешіруі мүмкін, ал пенденің ақысын сол адамның өзі кешірмейінше толық кешірілмейді. Сондықтан біреудің дүниесін алған адам оны иесіне қайтарып кешірім сұрауы тиіс. Екінші ата-анасына қарсы келіп, олардың разылығын алмаған адам. Исламда ата-ананың орны ерекше. Оларға құрмет көрсету үлкен құлшылықтардың бірі. Егер адам ата-анасының көңілін қалдырып, оларды ренжітіп жүрсе, тек тілмен тәубе ету жеткіліксіз. Ол алдымен ата-анасынан кешірім сұрап, олардың ризалығын алуға күш салу керек. Егер ата-анасы дүниеден өтіп кетсе, олар үшін дұға жасап, сауапты амалдар арнап, туыстық байланысты жалғастырғаны дұрыс. Үшінші күнәсін жалғастырып жүріп, тәубені кейінге қалдыратын адам. Кейбір адамдар қартайғанда тәубе етемін, уақыты келгенде намаз бастаймын деп күнәсін жалғастыра береді. Мұндай тәубе шынайы өкініштен емес, жай ғана кейінге қалдырудан туындайды. Адам өлімнің қашан келетінін білмейді. Сондықтан әрбір мұсылман тәубені кешіктірмей, бүгіннен бастауы керек. Пайғамбарымыз: барлық адам қателеседі, ал қателесушілердің ең жақсысы тәубе етушілер деген. Шынайы тәубенің бірнеше шарты бар. Біріншіден, адам жасаған күнәсіне шын жүректен өкінуі керек. Екіншіден, сол күнәні дереу тоқтатуы қажет. Үшіншіден, оны қайта жасамауға нық шешім қабылдауы тиіс. Егер күнә басқа адамның ақысына қатысты болса, міндетті түрде оның ақысын қайтарып, кешірім сұрауы керек. Мұсылман ешқашан Алланың рахымынан үміт үзбеуі тиіс. Қандай күнә жасаса да, тәубенің есігі ашық. Бірақ тәубе құр сөзбен емес, жүректегі шынайы өкінішпен, амалдағы өзгеріспен және әділеттілікпен көрініс табуы қажет. Сонда ғана тәубе адамның жүрегін тазартып, Аллаға жақындататын ең ұлы құлшылықтардың біріне айналады. Сондықтан әрбір мұсылман өз өміріне есеп беріп, өзгеге жасаған қиянатын түзетіп, ата-анасының разылығын алып, күнәсін кейінге қалдырмай, дәл бүгіннен бастап Аллаға шынайы тәубе етуге ұмтылғаны абзал. Алла тағала баршамызды шынайы тәубе етушілердің қатарынан етсін. Әмин.